بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bugünkü sabahımız өткен сабақтың мағынасында жалғасты. Бұл бапта Мұхаммад бин Абдул-Вахаб рахимахулла айтады: Бабу ман хаққақа таухида дахалал джанната биғайри хисаб. Ман хаққақа таухид дахалал джанната биғайри хисаб. Кімде-кім таухидты ақиқатына жеткізетін болса, ол Jannatga есепсіз кіреді деп отыр. Тахқиқут таухид. Тахқиқут таухид не дегені ол десе, ғалымдар айтады, ол тахлисуху ва тасфиятуху мин шаваиби ширки вал бидаи вал мааси. Ширкте таухидтың ақиқи суреті, адамның қалбында ақиқаты қалай болу керек десе, ол ширк және бид'ат және күналардан адам солардың барлығынан тазалану. Тахлисуху ва тасфиятуху дегені сол. Ширк және бид'ат және мағсиялардың барлығынан тазалану сол таухидтың тахқиқы. Бұл тахқиқ болу үшін ла илаха иллаллах кәлимасының өзі жетпейді. Оған үш жағдай болады. Біріншісі, таухидты білуменен, себеп Аллах субханаху ва таала айтады: Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах. Алладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ екенін біл деп атыр. Демек, бірінші ла илаха иллаллах не екенін білу керек. Оның мағынасы, оны талап ететін нәрселерін білу керек. Екіншіден, сол ла илаха иллаллах мағынасына өзі білген нәрсесін етқат қылып, соған қарсы болған нәрселерге кәфір болу керек. Ла илаха иллаллахты етқат қылып, Алладан басқа ибадат қылынып тұрған нәрселердің бәріне кәфір болу керек. Үшіншісі, төбедегі айтылғандай, ла илаха иллаллах талап ететін амалдарды өз орнына келтіру керек. Бұл дәлелет қылады, таухидтың толықтығы осымен келіп шығады. Осы бапта Мұхаммад бин Абдул-Вахаб рахимахулла екі аят және бір хадис алып келеді. Бірінші аят, Алла айтады: Инна Ибрахима кана умматан қанитан лиллахи ханифан ва лам яку минал мушрикин. Ибрахим алейхиссалату вассалам умма болған, қанит болған, ханиф деген сипатыменен, бірақ мушриктерден болмаған. Келешекте бұл қалай мағынада екені келеді. Бұл жерде бұл аятты алып келуден мақсат не? Бұл жерде есепсіз кіреді деген, жаннатқа есепсіз кіреді деген жері жоқ қой аятта десе, бұл жерде есепсіз кіру туралы емес, бірінші таухидтың ақиқатына жеткен адамдың бір мысалын келтіру бол. Қалбында таухид ақиқаты білінген адамдың мысалы, о қалай болады? Инна Ибрахима кана умма.
İbrahim aleyhissalatu vesselam umma bolgan. Бұл жерде umma imam деген мағынада. Не ол имам? Яғни бүткіл өзінен кейінгі келетін адамдардың барлығы бұл кісіге ергесіп, өзіне өмірінде үлгі алу керек. Allah subhanahu wa ta'ala bir adamды bekerден imam қылмайды. Bekerден mақтамайды оны имам деп. Себебі İbrahim aleyhissalatu vesselam'дың өміріне егер қайтатын болсақ, Allah subhanahu wa ta'ala o кісіні бүткіл мүшриктердің арасынан таңдап алды. İbrahim aleyhissalatu vesselam өзі жалғыз мұсылман еді. Бұл бір жағынан жалғыздық. Екіншісі, İbrahim aleyhissalatu vesselam'ды Меккеге жіберді. Әке шешесінен бет бұрды. Олар бұны дініне разы болмағаннан кейін. Мекке баласыз болып, жасы үлкен уақытта Аллах субханаху ва таала бала берді оған. Соменен бір ұзақ уақытта жеткен баласын Аллах субханаху ва таала суда, шөпте жоқ бір шөлге тастап кетуді бұйырды. Бұл әркім көтере бермейді бұл нәрсені. Аллах субханаху ва тааланың әмірін орындады. İbrahim aleyhissalatu vesselam әйелі мен баласын бір вадиға тастап, Меккеге, қазір Кабаның орнына тастап кете жатса, İsmail'дің шешесі артынан еріп, бізді бір суда шөпте жоқ жерге қалай тастап кете жатсыз деп артынан ериді. İbrahim aleyhissalatu vesselam söylemeye kete жатса, İbrahim aleyhissalatu vesselam әйелі Rabbin buyurdu ma dese басын қимылдатады. Сонда İbrahim aleyhissalatu vesselam әйелі айтады, егер Алла айтып тұрған болса бекер болмайды деп. Әйелінде де таухид өте күшті болғаннан İbrahimнің әміріне емес, бәлкім Аллах субханаху ва тааланың әміріне өзін тапсырды. Сомен со жерде сабыр қылып қалды. Бұл İbrahim алейхиссалату вассаламға жеңіл емес еді бұл. Соменен бір уақыт өтіп, İsmail алейхиссалату вассалам жасы үлкейіп жігіт болған уақытында Аллах субханаху ва таала İbrahim алейхиссалату вассаламға өз баласын союды бұйырды. Өзін сойып жатқанын İbrahim алейхиссалату вассалам түсінде көрді. Бір рет көреді, екі рет көреді. Пайғамбарлардың түсі вахи. İbrahim алейхиссалату вассалам бұл түсті көргеннен кейін бұл Алладан вахи екенін білді. Бірақ бұл бала қымбат еді о кісіге. Бір жас бала болса мейлі екен, әлі көзі үйренбей өтіп кетсе, немесе өзі кәртейіп баласы да 40-50-ге кіріп қалса, ол да ауыр батпайтын. Амма адамдар айтатындай 10 күннен бір күні ашылмаған, енді келешекте оның жақсылығын үміт етіп, енді бір қуанышын көрейін деп тұрған бір жігітті алып қоюы, бұл ақиқатта әр бір адамға ауыр батады. Бұл мұсибат өлім. Ешкім айтпайды бұл өлім жақсылық деп. Алла өзі айтып отыр: "Ва асабаткум мусибатул маут." Сіздерге өлім бәлесі келгенде дегенде. Сол үшін İbrahim aleyhissalatu vesselam'ды осы жерде төбедегі емтихандар менен және бір емтиханға жолықтырды. Ол не ол? Баласын сою. İsmail aleyhissalatu vesselam
Tawhid iyesi bolgan İbrahim'di, balkim muvahhidlarning imamı bolgan İbrahim aleyhissalatu vesselam tarbiyesini көрген. Және tawhid iyesi bolgan ananın, Hajar'dың tarbiyesini көрген İsmail aleyhissalatu vesselam ga İbrahim aleyhissalatu vesselam kelip, ey balam, sen kör, men түсімде seni soyup жатқанымды көріп атырмын деп атыр. Anni azbahuk, men seni soyup атырмын. İsmail aleyhissalatu vesselam biledi, әкесінің түсі вахи. Осы уақытта таухидтің тәрбиесін көрген, өзінің қалбында таухид орнасқан İsmail aleyhissalatu vesselam айтады, ей атам, сіз бұйырғанды, Алла жағынан бұйырылғаныңызды істеңіз, бірақ мен, иншааллах, Алла қаласа, мені сабыр қылушылардан табасыз деді. Иә, мен сабыр қылам деген жоқ, осы жерде де өзіне сеніп қалған жоқ. Болды таухидтің әсерінен адам өзі сеніп тұрған жағдайда да тек қана өзіне сүйенбейді, бәлкім бірінші сүйенген нәрсесі Аллаға болады. Ей атам, сіз бұйырылған нәрсеңізді істеңіз, мені Алла қаласа сабыр қылушылардан табасыз деді. Әкесіне қарсы шыққан жоқ, себеп İsmail да пайғамбарлардан. Сәтәжидіну иншааллаху сабира, сәтәжидіну иншааллаху минас сабирин деді. Сонда İbrahim aleyhissalatu vesselam баласын бетін жерге қаратып соймақшы болғанында Аллах субханаху ва тааладан вахи түсіп, ей Ибрахим, сен ақиқатта түсіңді растадың, сен ақиқатта біздің есебімізде жақсы қылушылардансың деген мағынада, инна кадалика наджзил мухсинин, біз жақсылық қылушыларды жақсылықпенен жазасын береміз деп Аллах субханаху ва таала İbrahim aleyhissalatu vesselamды дәрежесін осымен көтерді. Және өзінің қауымында болған уақытта осы таухид үшін отқа тасталды. Бір өзі умма есебінде еді. Сол үшін кейбір ғалымдар айтады, инна Ибрахима кана умма дегені не үшін Аллах субханаху ва таала имам деместен үмбет деп намдады десе, İbrahim aleyhissalatu vesselam жалғыз болғанынан тура бір имам сияқты еді деп отыр. Имам сияқты. Тура бір жалғыздық о кісіге әсер етпеу үшін о менен бір үмбет жүрген сияқты ойласын деген мағынада. Осы отқа тасталуы және елден айдалуы бол Аллах субханаху ва таала о кісінің дәрежесін көтеру үшін еді. Және емтихан қылып келешекте өзінен кейін келетін адамдардың барлығына имам қылу үшін еді. İbrahim aleyhissalatu vesselam өзінің қауымына айтты: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Мен сендер ибадат қылып, дуа қылып тұрған нәрселерден бет бұрамын. Алладан басқаға дуа қылып тұрсыңдар. Мен бірақ Алланың жалғыз өзіне дуа қыламын және ибадат қыламын. Мен Раббымға дуа қылу менен бақытсыз болмай шығармын деп жатыр, Алладан үміт қылып. Allah айтып жатыр: فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Қараңыздар. İbrahim aleyhissalatu vesselam сонша жыл баласыз жүрген еді. Allah subhanahu wa ta'ala айтады, оларды және олар ибадат қылып тұрған нәрселердің бәрінен бет бұрып кеткен уақытында وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, оған Исхақ пен Яқубты бердік деп жатыр. Адам бір қиыншылыққа жолықса, Аллах субханаху ва таала оның артынан жақсылықты береді. Сол үшін Аллах субханаху ва таала айтады: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Ауырлықпенен жеңілдік бар. Сөзсіз әлбетте
ауырлық пенен жеңілдік бар деп атыр. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады, бір ауырлық екі жеңілдікті жеңе алмайды деп атыр. Аллах субханаху ва тааланың неғматынан болды. Сол үшін адам сол Ибрахим алейхиссалату вассалам сияқты жалғыз болып қалатын болса, ол егер сол жалғыздықта ақиқаттың үстінде тұратын болса, ол жалғыздықты сезбеу керек. Себеп Аллах субханаху ва таала Ибрахим алейхиссалату вассаламды бізге бір үлгі алатын қылған. Және салаф салихтың біреулері айтады, алейке би тариқил хидаяти ва ла ягурраннака қиллату ас-саликин ва ияка тариқал гиваяти. Дейді, ол сен тура жолды ұста деп атыр. Ол тура жолда жүрген адамдардың аздығы сені сол тура жолды тастап кетуге алып бармасын. Адасу жолынан абайла деп атыр. Сені сол тура жолда қателікте әлекетке жолығып кете жатқандар көптіге алдап қоймасын деп атыр. Сол үшін адам ақиқи таухидта Аллах субханаху ва тааланың негіз шариғатында екенін білсе, төбедегі айтылғандай білімменен ақиқатын түсінгеннен кейін ол адам аздықпенен алданбау керек. Бәлкім жалғыздықпенен Ибрахим алейхиссалату вассаламның дінінде қалған сияқты ол адам осынан сабақ алу керек. Сол үшін Аллах субханаху ва таала инна Ибрахима кана уммах деп атыр. Уммах. Кейінгі сипаты қанитан. Ибрахим алейхиссалату вассалам өзі имам болып, имамдыққа жетуі себептерінің бірі қанитан лиллах болған. Аллаға ибадатта ардайым болған. Шейхул ислам Таймия рахимахулла айтады, ал-қунуту давамут та'a. Қунут дегені ол ардайым Аллах субханаху ва тааланың әміріне мойынсынуда болу. Ол дегені намаз оқу деген емес тек қана. Яғни әрбір қадамы, әрбір аяғын басуы ол Аллах субханаху ва таалаға таат болса, Аллах субханаху ва тааланың шариғатына разы болатын, жұмыс болатын болса істейтін, егер олай болмайтын болса одан тыйылатын дәрежеде. Әрбір әрекеті солай. Қанитан лилла. Ардайым осылай. Наби Ибрахим алейхиссалату вассаламның баласы, о кісі Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды Айша радияллаху анха айтқанында айтады, кана ядкуруллаха аля кулли ахяни. Аллах о кісі Алланы ардайым әрбір жағдайында Алланы еске алып зікір қылатын деп атыр. О кісіде осы сипатқа ақты. Қанитан лилла. Ханифан деп атыр аяттың ар жағында. Ол ханиф дегені Ибн Қайым рахимахулла айтады, ал-ханифу хуа ал-муқбилу аля Аллахи ал-му'риду ан кулли ма сива. Ол Аллах субханаху ва таалаға қарап, басқа нәрсенің барлығынан бет бұрған адам. Яғни, ол ширктен ұзақ, одан бет бұрған. Уалам яку минал мушрикин. Ол төбедегі мағананы қолдап, ол Ибрахим алейхиссалату вассалам мушриктерден болмаған. Яғни, бол со Меккенің мушриктері, Наби саллаллаху алейхи вассалам уақытында болған мушриктер Ибрахим алейхиссалату вассаламды құрмет қылатын. О кісіні өздеріне бір ата сияқты көретін. Сол үшін олар хаж қылатын. Сол үшін кейбіреулері сол Ибрахим алейхиссалату вассаламнан қалған кейбір ибадаттарды қылатын. Бірақ Алла айтатын сөз бол жерде, «Валам яку минал мушрикин», о кісі мушриктерден болмаған, сендер Аллаға серік қосып тұрсыңдар ғой. Осы жерде бізге керек болатын жері ол не? Тахқиқут таухид. Таухидты негізі қайда? Ол Алланың жалғыз өзіне ибадат қылуменен бірге
Алладан басқаға ибадат қылынып тұрған бәр нәрседен бет бұрмағанша, олардың бәріне кәфір болмағанша, ол таухидты толықтатпайды ол. Сол үшін бір адам өзі таухид біледі де, таухидтен қайтармайды, ширктен қайтармайды, таухидқа бұйырмайды. Және ширкке жолығып тұрғандарды жек көрмейді. Бұл бәле бұл. Тахқиқут таухид дегені ширк, және ол ширк иелерінен өзін пәктеу, және олардан бет бұрып, олар істеп тұрған нәрселердің барлығына кәфір болу бұл. Бізге керек жері осы. Одан кейін осы таухидтің дәрежесіне жеткен адамның кейбір сипаттары келеді де хадисте, солар ақиқатта жаннатқа есепсіз, азапсыз кіреді. Ол келеді иншалла. Бұл аяттың мағынасы осылай. Бұл төбеде айтылғандай, Ибрахим алейхиссалату вассаламды Аллах субханаху ва таала осы сипатта мақтауынан мақсат ол адамды жақсы көру, және ол адамның өмірінде әрбір адам өзіне үлгі алып оған ергесу. Себеп Наби саллаллаху алейхи вассалам осындай бір құрметті адам болып, Алла оған бұйырып жатыр: "Ва бихудаху муқтади". Олардың тура жолына ергес деп жатыр. Олардың жүрген жолынан жүр деп жатыр. Енді Наби саллаллаху алейхи вассалам осы жолда жүруге бұйырылған болса, бізде осы жолдан Ибрахим алейхиссалату вассаламның таухид, ханифия жолынан, ал-қунут жолынан еріп, мүшриктерден болмауымыз керек болады. Сонда таухидтің негізіне жетеді адам. Алла бұл жерде Мұхаммад Абдуллахаб бұл баптағы екінші аятты айтып жатыр: "Валлазина бираббихим ла юшрикун". Олар момын пенделері, сондай олар Раббілеріне серік қоспайды. Осы жерде таухидтің негізі осылай болады. Яғни төбеде айтылғандай ширк және бид'аттар және масияттардан тазалану сол таухидтің ақиқаты болады. Енді ширк дегенде төбеде айтылған сөз ол үлкен ширк бар, кіші ширк бар. Адам таухидтің ақиқатына жететін адам ол үлкен ширктен де, кіші ширктен таза болу керек. Бид'аттардан да сол сияқты, масияттардан да. Енді адам таухидтің ақиқатына жеткен адам сонда күнә істемей ме десе, жоқ, олай емес. Олар күнә істеп қою мүмкін, бірақ сол істеген күнәсында тұрып алмайды. Бәлкім Аллах субханаху ва таалаға тәубе етуменен және сол істеген күнәсінен кейін көп жақсылықтарды істеуменен бағанағы істеген күнәсін жуып жібереді. Онда соменен иманы көтеріліп таухидты, ақиқаты және аса береді онда. Сол үшін валлазина хум бираббихим ла юшрикун дегені олар өздерінің Раббілеріне серік қоспайды. Ол үлкен ширк болса да, кіші ширк болса да, және дүниенің кейбір нәрселерін ақыретіне ауыстырмайды да. Аллах субханаху ва таала өзін дүниесіне қатты мән берген адамдар туралы айтады: "Афараайта ман иттахада илахаху хава", өзінің нәпсін өзіне илах, құдай қылып алғанды көріп жатсың ба дейді. Яғни жамандап жатыр. Және Наби саллаллаху алейхи вассалам сол теңгеге, динарға, дирхамға қатты мән беріп, соған шөгіп кеткен адамды айтады: "Таиса абдуд динар", абдуд динар, динардың құлы деп жатыр. Осындай нәрселерден де пак болу менен ол ақиқатта ширктен бет бұрып, аяттың мағынасы соменен дұрыс болады. "Валлазина хум бираббихим ла юшрикун", олар өздерінің Раббілеріне серік қоспайды. Соменен олар егер соменен бірге бір-екі қателерді істеп қоятын болса,
олар бірден Аллах субханаху ва таалаға тәубе қылу менен төбеде айтылғандай сол істеген күнәларын жуып жібереді. Одан кейін екі аятты зікір қылғаннан кейін бұл бапта Ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах айтады: "Ва ан Хусайн ибн Абдур-Рахман қала кунту инда Саид ибн Жубайр". Хусайн ибн Абдур-Рахман да Саид ибн Жубайрде екеуі де табииндердің айымалардан. Табии дегені ол Наби саллаллаху алейхи ва салламның асхабтарын көрген және солардан тәрбие алған адамдарды, солардың уақытында сахабаларды көрген адамдарды табииндер деп айтады. Бірақ табииндердің ішінде кейбіреулері білімді болған, кейбіреулері білімден ұзақырақ болған. Бұл Хусайн ибн Абдур-Рахман ва Саид ибн Жубайр болар табииндердің айымаларынан, Наби саллаллаху алейхи ва саллам асхабтарынан білім алған, білімді ғалым адамдардан болған. Хусайн ибн Абдур-Рахман айтады: "Мен Саид ибн Жубайрдің алдында отырған едім" дейді. Фақала Саид ибн Жубайр, болар бауырлар арасында, бауырлардың арасында болатын әртүрлі өзі туралы немесе өзінің бауыры туралы әртүрлі сөздер болады. Фақала айюкум раал каукаб аллази қаддал бариха, кеше түнде үшкен жұлдызды қай бірін көрдің деп айтты. Фақулту ана, яғни Хусайн ибн Абдур-Рахман айтады: "Мен көрдім" деді. Сумма қулту, аржағында және сөйледім деп отыр. Не деп? Ама инни лам акун фи сала, валакинни лудигту деп отыр. Түнде ұшқан жұлдызды көру үшін адам ұйықтамаған жағдайда болу керек, яу болу керек. Енді қараңыздар, салаф салихты қандай бір жүректері тазалық, риядан, сумадан, ширк асғару акбарының барлығынан қатты ұзақ болғаннан қараңыздар не деп жатыр. Ама инни лам акун фи сала, бұл жұлдызды көрген жағдайымда мен яу болғаным намазда болғанынан емес, мен намаз оқып атқан жоқ едім деп жатыр. Яғни ойлап қалмаңдар, мен түнде жұлдызды ұшқанын көргенім, тұрып, ибадат қылып, дуа қылып отырған деп ойлап қалмаңдар. Яғни өзі туралы істемеген жұмысына мақталмасын деп. Бұл мұнафықтардың сипат өзі негіз. Ол не? Өзі істемеген жұмысына мақталғысы келеді. Алла айтады: "Юхиббуна айюхмаду юридуна айюхмаду бима лам яфалу". Өздері істемеген жұмысына мақталғысы келеді. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ал-муташаббиу бима лам ю'та калабиси саубайзур". Өзі берілмеген нәрсені бар деп, өзінде бар қылып көрсетіп тұрған адам тура бір өтірік киімін киген сияқты. Өзі тақуа емес, тақуа қылып көрсетеді. Өзі бір білімден жоқ, бір адамдардың көзінде бір білімді қылып көрсетеді. Өзі бай емес, өзін бай қылып көрсетеді. Болардың барлығы шариғатқа қарсы нәрселер. Ал-муташаббиу бима лам ю'та калабиси саубайзур. Міне Ахлус Суннаның айымаларының суреті осы. Ама инни лам акун фи сала, мен намазда емес едім. Валакинни лудигту, мен бірнеңке шағып алған еді. Жыланба, шаянба бірнеңке шағып алған еді дейді. Осы жерде бір нәрсе бар. Адам өзі қылмаған жұмысты қылатын қылып көрсету мүмкін емес. Бірақ екінші мәселе келеді. Ол не? Адам егер әдетте қылып жүрген нәрсесі болатын болса, адамдардан, риядан қорқып тастауы мүмкін емес. Яғни қалай ол? Адам әдетте ораза тұтады. Дүйсенбі, бейсенбі күні. Немесе түнде намаз оқиды. Оған бір мейман кеп қалды үйіне. Бірге жату керек. Сол жерде бірге мейманды күту керек. Осы жерде ол адам және тұрып намаз оқитын болса, мынау жатқан адам біліп қояды ғой оның намаз оқығанын. Мүмкін сапарда болу мүмкін, сондай бір жағдайлар. Осы жерде кейбіреулерге шайтан уасуас қылады. Сен қазір осы жақсылықты істесең, тура сен мынандай жұмысты істеймін мен деп көрсетіп жатқан сияқты боласың. Сол үшін істеме дейді. Бұл шайтаннан уасуас. Бұл шайтанның уасуасына қарамау керек. Қалай болады ол? Адам егер бір жақсылықты адамдарды көру үшін істесе рия болады. Солай ма? Соның қарсы бір жақсылықты адамдардың көзі үшін тастаса да ол рия болады. Бұл мүмкін емес. Сол үшін адам
әдетте істейтін жұмысын жағдай барынша жасыруға әрекет қылады, бірақ адамдар біліп қалмасын деп тастау, бұл рияға кіреді. Не үшін? Бұл жақсылықты не үшін тастады? Адамдарды көзі үшін. Рия үшін тастап жатыр. Сол үшін адам бір нәрсені істесе Алла үшін істейді, бір нәрсені тастаса да Алла үшін тастайды. Амма адамдар үшін істеу, адамдар үшін тастау бұл мүмкін емес. Сол үшін мына хадистің мағынасы солай, мына асардың. Ама инни лам акун фи сала, лакинни лудигту. Қала фама саната. Сол шағып алғанда не істедің деп Саид ибн Жубайр сұрап жатыр. Құл туртақайту. Мен біреуден руқия талап еттім деп жатыр. Истарқайту деген мағынада. Яғни біреу маған оқып қоюын, бағанағы аяттарды оқып руқия қылуын талап еттім деді. Қала фама хамалака ала залик. Не үшін істедің деп жатыр. Осы жерде міне әхлі илімнің әдебі, әхлі илімнің тариқасы, жолы, олар бір-бірін тексеру үшін емес, бір жағдайды білу үшін, оның дәлелі не екен соны сүйенген нәрсесі, соны білу үшін. Амма қазір біреуге мына істеген жұмысыңыз мен ойлағаннан басқа екен, енді сіздің істеген жұмысыңызға дәлеліңіз не ол? Мүмкін менің істеп жатқан жұмысым ақиқатта қате шығар, бірақ менің білгенім осы еді. Не ол дәлеліңіз деп сұраса, ашуланады. Менен де дәлел сұрайм екен. Осындай адамдан да сұрайм екен. Мен сөйлесем тек қана ақиқат сөйлеймін ғой деген адамдар бар. Енді осындай білімді адам қате сөйлейм екен деп истикбар, такаббурлық қылып, біреуді аяқ асты қылып сөйлейтін адамдар бар. Бұл дұрыс емес. Саид ибн Жубайр Хусайн ибн Абдурахманнан не үшін істедің? Яғни дәлелің не ол десе, құлту хадисун хаддасанаху Шаъби. Шаъби рахимахуллах, бұл хадис Муснад Ахмадта, Сунан Аби Даудта келеді. Қала ва ма хаддасакум? Не айтты Шаъби? Шаъби бізге Бурайдат ибн Хусайбтан айтты, аннаху қал, ла руқията илля мин айн ау хума. Руқия болатын болса, ол көбірек ең пайдалысы көзден, көз тигеннен, және хума бір нәрсе шағып алғаннан болатын болса, ақиқатта ең пайдалысы осы деген мағанадағы хадисті айтты. Қала, Саид ибн Жубайр айтты, қад ахсана ман интаха иля ма сами. Өзі естіген нәрсеге тоқтаған адам өте жақсы жұмыс істепті. Бұл дәлел қылады. Салаф салих анау айтты, мынау айтты, мен жүрмеген олар. Әрбір істеген жұмыстары Наби саллаллаху алейхи уассаламнан естіген, білген хадистеріне сүйенген жағдайда істеген олар. Екіншісі бір хадиспен амал қылған болса, оны айыптамаған, бәлкім мақтаған. Осы хадис тауып алдың ба сен? Деп айтпай, бәлкім қад ахсана ман интаха иля ма сами. Өзі білген, өзі естіген нәрсеге тоқтаған адам өте жақсы жұмыс істепті. Себебі Алла айтады, ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Алла бір нәпсті өзі күші жеткенге бұйырады. Бұл адамның білгені осы. Ертең Аллаға да жолыққанда осы білгеніне жауап береді. Амма білмегенді Алла сұрамайды. Бірақ ол адам сөзсіз ақиқатты талап еткеннен кейін. Қад ахсана ман интаха иля ма сами. Ол руқия ақиқатты төбеде көзден және хума бағанағы шаққаннан руқия қылу ең пайдалы нәрселерден. Бағанағы шаққанға көзге дәлел қылады. Бағанағы Наби саллаллаху алейхи уассаламның асхабтарының біреуі екіншісіне қарап көзі тиіп қалғанда Наби саллаллаху алейхи уассалам қайтарады да, оған егер сендердің біреулерің өзінің бауырынан бір өзіне жағатын нәрсе көретін болса, оған береке тілесін, Алладан берекелі болуын талап етсін, дуа қылсын деп айтсын. Яғни баракаллаху лака фихи деп, Алла берекесін берсін деп дуа қылсын, оған жаман көзбен қарамай деп үйретеді. Амма кейбір жағдайда бізде қазір адам өзі қызыққан нәрсесіне машалла деп айтады. Оған дәлел білмеймін қазіргі күнге шейін. Машалла дегеніне өзі көз тимеу үшін машалла деп айтады. Машалла деген Алла қалаған нәрсе болады деген. Хадисте келген нәрсе Алла берекесін берсін,
Алла берекелі қылсын, жақсылығын көбейтсін деген мағанада дуа қылуға бұйырған Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Сол үшін көзді адам жаман көзбен қарамау керек. Көз тию ақиқат, Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ал-айну хаққун, келешекте бұл мәселелер келеді иншалла. Шаққан нәрседен руқия қылу, ол не? Сол Абу Саид радиаллаху анхуның қиссасында келген, бағанағы бір қауым бір сапарда жүргенде, бір қауымға барса, мейманшылық талап етсе, олар мейман қылмайды, оларды күтіп алмайды, қарсы алмайды, олар мейманның ақысын бермейді. Өзі әсін негіз мейманның ақысын беру керек. Мейманның ақысы бір күн уажib, екінші, үшінші күні бір сыйлық оған. Біріншісі уажib, екінші, үшінші күні оған сыйлық. Одан аржағы ол садақа болады. Боларға бермегеннен кейін олардың ішіндегі бір адам ауырып қалады да, соменен сахабаларға келіп, сіздердің іштеріңізде сол руқия оқитын, емдейтін біреу бар ма десе, соменен Абу Саид радиаллаху анху барып Фатиха сүресін оқиды. Сол оқудан бұрын бізге қой бересіңдер деп шарт қылады. Соменен бағанағы Фатиха сүресін оқыса, бағанағы ем тауып кетеді да, соменен бағанағы қойларды алады. Бірақ бұл руқия оқуға адам ардайым оқыған нәрсесіне бір ставка қойып, 5000 теңге, 10.000 теңгеден оқимын деп қоюға дәлел болмайды. Себеп Абу Саид радиаллаху анху осын бір рет істеді. Қашан? Қажетті болған уақытта. Амма қазіргі руқия қылатындардың кейбіреулері бұны руқия оқуды кәсіп қылып алып жатыр. Өзіне бір жұмыс, кейбіреулері бір фирма сияқты. Фирманың бастығы сияқты. Руқиясының ставкасы бар. Емделмесе, ем таппаса 5000, ем тауып кететін болса, және иля маша Алла қоса береді. Бұлардың барлығы шариғатқа қарсы. Бұған және кейбіреулер осы хадистен Құран оқуға, ақша алуға дәлел алады. Бұл дәлел бұнда жоқ. Себеп бұл кісі Құран оқығаны үшін емес, бір табиптік қылғанына, тауыптық қылғанына ақша алып жатыр. Бұл негіз қажетті болған уақытта болады, бірақ бұны кәсіп қылып алу деген мүмкін емес. Ар жағында ләкин Ибн Аббас айтып отыр, ләкин Саид ибн Жубайр айтып отыр, бізге Ибн Аббас радиаллаху анху айтты деді. Қала уридат алейя ал-умам, маған үмбеттер көнделен қылынды. Фараитун набия ва мааху рахт, бір пайғамбарды көрдім, омен бір жамағат бар еді. Бұл рахт дегені 3-тен 9-ға шейін, 10-ға шейін болған адамдар. Және бір пайғамбар оменен 2-3 кісі бар еді. Басқа пайғамбарлар, кейбір пайғамбарлар бар еді, оменен ешкім жоқ, үмбеті жоқ деген. Яғни ол дәлел қылады, ол пайғамбарлар жеткізген, бірақ олардың істеген жұмысы, олардың үстіне худжатты жеткізу. Негіз пайғамбарлардың ең бірінші істейтін жұмысы сол худжат жеткізу. Одан кейін олар қабылдаса, алхамдулилла, қабылдамаса, Аллаху акбар. Изруфи али сауадун азим. Үмбеттер маған көнделен қылын дегенде, бұл көбінесе сол Исра күні, аспанға көтерілген түні болу мүмкін. Сонда пайғамбарларды және олардың үмбетін көрсетілген Наби саллаллаху алейхи ва саллям, бұл Алла жағынан бұл нәрсе. Соменен бір қара жамағатты, яғни көп адамды көрдім дейді. Сонда осы менің үмбетім деп ойласам, маған бұл Муса мен қауымы деп айтты дейді. Содан кейін басқа бір көбірек, одан да көбірек адамдарды көрдім, маған мынау үмбетің деп айтты. Олардың ішінде 70.000 адамдар бар, 70.000 адам бар, олар жаннатқа есепсіз, азапсыз кіреді деп айтты да, сомен тұрып кетті деп жатыр. Бұл Ибн Аббас радиаллаху анхуның сөзі. Бағанағы сүммана халға тұрып кетті деген сол. Соменен тұрып Наби саллаллаху алейхи ва саллям үйіне кіріп кетті да, соменен сахабалар өздерінің арасында бұл үлкен дәреже бұл. Есепсіз, азапсыз жаннатқа кіру үлкен дәреже. Әрбір мұсылман, мұмын бұны үміт етеді. Сол үшін сахабаларды осының үмітінде кім екен бол деп, кімдер екен, қай сипат иелері, кейбіреулер ол Наби саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары шығар, яғни бұрында өткен сахабалар, үлкен сахабалар шығар деп ойлады. Кейбіреулер айтты, лааллахум аллазина улиду фил ислам ва лам юшрику биллахи шай'a, исламда туылып, Аллаға ешбір серік қоспаған адамдар шығар деп айтты. Және фадакару ашия, соған ұқсаған сөздерді айтты. Фахаража алейхим Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, сомен Наби саллаллаху алейхи ва саллям оларға қайтып шығып, фаахбаруху, сахабалар өздерінің араларында өткен сөзді айтқанда, олардың кім екенін Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Не деп айтты ол жерде?
فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون dedi. Олардың сипаттары солай. Олар ла ястарқун. Олар ауырған уақытында тәуәккүлдің Аллаға сүйенгенін күштілігінен өзі руқия қылса қылады, сөзсіз ол руқия қылады, бірақ біреуден руқия оқып беруді талап етпейді. Яғни біреуге қажеті түспейді. Тек қана байланысы Аллах субханаху ва тағаламен болады демекші. Яғни ла ястарқун, біреуден руқия талап етпейді. Кейбір риwayatта ла ярқун, руқия қылмайды деп келеді. Шейх ислам Тайми рахимахулла айтады, бұл батыл дейді. Дұрыс емес. Себеп Наби саллаллаху алейхи ва салламға Жибрил руқия қылған, Айша руқия қылған, және Наби саллаллаху алейхи ва саллам егер сол айтады ла бәса бир руқа ма лам такун ширкан, егер руқияда ширк болмайтын болса, бола береді дейді. Сендердің біреулерің өзінің бауырына қызмет қылмақшы болса, пайдасы тисе тие берсін. Яғни руқия қылып оқып бере беріңдер деп жатыр. Яғни ол дегені руқия өзі дұрыс. Руқия біреуге оқса, немесе өзі оқса, өзіне бұл дұрыс. Бірақ біреуден руқия талап ету сонда күнә ма десе, жоқ, ол күнә емес. Бірақ абзалды тастау болады онда. Аллах субханаху ва тағаланың жалғыз өзіне сүйену бұл үлкен дәрежеде. Одан төменірек дәрежесін талап еткен болады сонда. Уәлә яктауын, яғни кауи, яғни бағанағы жарасын күйдірмейді, және жарасын күйдірмейді, емдеу үшін, қанын тоқтату үшін. Яғни біреуден сол жараны күйдіріп беруді талап етпейді. Иктива деген біреуден талап ету деген. Уәлә ятатайярун, олар ірімді қылмайды. Ірімдер туралы келеді келешекте. Ятатайярун, яғни бір болмаған себептерге жақсылық жамандықты байламайды. Яғни көшеге шығып келе жатса, қара мысық көріп қалса, ал бүгін саудам жақсы болмай деген. Немесе базарға кете жатқан уақытта сол сататын нәрсесінің ішіне араның ұясын салып алады да, соменен татайыр қылады. Осы менен маған жақсылық келеді, адамдар көп келеді деп. Немесе беті сұлу адамды көрсе, енді бүгін жақсылығымыз жақсы болады деп, саудамыз немесе жұмысымыз. Беті жаман адамды көрсе, немесе күндерменен, уақыттарменен, түнде тырнағыңды алсаң бәле келеді. Күндіз, мысал бейсенбі күні сапар қылсаң мынандай болады. Айша радиаллаху анха айтады, сол уақытта, Айша радиаллаху анха уақытында Шауалда үйленуді жамандық деп білетін, осындай ірім. Біздің елдерде ондай ірімдер өте көп, болатын бәрі шірктен. Айтады, мен дейді, Наби саллаллаху алейхи ва саллам Шауалда үйленген маған Шауалда кірген деп жатыр. Мен әйелдерінің ішіндегі ең жақсы көрілгенінде мен едім дейді. Егер Шауал бәле болатын болса, бізге түсетін еді демекші. Яғни бұл ширкке ашық қарсы шығу ақиқатта. Радиаллаху анха ва ардаха. Сол ірім, олар ірім қылмайтындар, оның ақырында сол мағаналардың бәрін жинайтын бір мағана бар, не ол? Ва аля раббихим ятаваккалун. Олар Алланың жалғыз өзіне тәуекел етеді. Төбеде айтылғандай, енді ақиқи таухидтың бір дәрежесіне жету осы дәреже екен. Енді олар руқия талап етсе, немесе біреуден емдеп беруді талап ететін болса, ол күнә бола ма десе, жоқ. Бірақ абзалды тастапты. Енді тәуекел ететін адам себепті алмай ма десе, жоқ, себепті алу керек. Себеп Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, Алланың пенделері, емделіңдер. Себеп Аллах субханаху ва таала қай бір ауруды түсірген болса, оған емді түсірген деп жатыр. Қандай ауру болатын болса, оның емі бар, тек қана кәртиіп кетудің емі жоқ. Басқасының емі бар.
Иншалла, бейдинилла. Оны білген біледі, білмеген білмейді. Бірақ бұл мәселеде қалай ол адам сол бір табипқа өзін мойнын иіп бару бұл тәуекелге қарсы келеді. Өзі Аллах субханаху ва таалаға дуа қылады, руқия оқиды, соған әрекет қылады бірінші. Сол үшін кейбір адамдар таухид иелері ауырып қалса, көрсең алдында пачка-пачка дәрілер жатады. Бірақ руқия оқыдың ба десең, руқия жоқ. Руқия қылмаған. Бір өзіне бір рет бір дуа қылып руқия салмаған. Бір пенденің пайда береді немесе зиян беретін зияны бар ма, немесе азғантай пайдасы бар, басқа зияны бар бір дәрілерді азан кеш ішеді. Бұл ақиқатта Аллаға сүйенудің күшсіздігінен біз оны мүшрик деп айтпаймыз. Бұлардың барлығы мүмкін, мысал иктива, истирқа бағанағы. Бірақ татайыр мүмкін емес. Ешбір жағдайда. Қажетің болса да, болмаса да бұл мүмкін емес. Себеп татайыр ширк. Келеді ол мәселе келешекте. Ва ала раббихим ятаваккалун. Бұл төбедегі мағаналардың барлығын жинайтын ол не? Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне тәуекел қылатындар. Төбеде 70,000 деді. 70,000 адам, басқа бір риwayatта Муснад Ахмадта келеді, және басқа бір кітаптарда келеді. Олардың әрбір 70,000-ның әрбір 1000-мен 70,000 бар деп риwayat келеді. Зияда ол да сахih. Фақама Укашат ибн Мухсан радияллаху анху бұл хадисті айтқаннан кейін тұрып, ей Расулаллах, Аллаға дуа қылыңыз, мен солардан болайын десе, Аллаға дуа қылады, сен солардан болғын деп. Фақама ражулун ахар, басқа бір адам тұрды да, ей Расулаллах, мен де дуа қылыңыз десе, Укаша сеннен осы мәселеде сеннен өзді бұрын шығып қойды деді. Яғни бұл дегені Наби саллаллаху алейхи ва саллам сен олардан емессің деп жаман жауап берген жоқ. Бұл өте бір сұлу жауаптардан. Анау бірінші кеп қойды, мынау сеннен өзіп қойды деген мағынада. Себебі сен олардан емессің деген, егер ақиқатта олардан емес болса, оның көңілін сындыру болады. Немесе соған ұқсаған. Және оның артында екінші адамға иә сен де солардансың десе, бүткіл сахабалар тұрады сол жерде. Мен де деп. Кім қаламайды бұл дәрежені? Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям осы сұрақтарды тоқтату үшін сенден бұрын Укаша кеп қойды, Укаша сенен бұрын сұрап қойды деген сөзді айтып, бағанағы келешекте келетін сөздерді тоқтатты. Бұл төбедегі аяттар және хадистер дәлел қылады, таухидтың ақиқатына қалбыменен, және сөзіменен, және етқадыменен, және амалыменен ақиқатына жеткен адам төбедегі айтылған 70,000-ның бірі болып жаннатқа есепсіз, азапсыз кіретін екені туралы бұл баб. Осы менен сабағымыз бітті. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля абдика ва расулика набiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.